1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне індет те тоқтауса болмайды. Ынтымақ пен достықтың мекені болған қордайлықтар бұл жолы да атаулы күннен қалыс қалмады. Бірлікті ту еткен мереке биыл бұрынғыдан өзгеше өтті. Сюжетті көріңіз. Әлемдегі эпидахуалға қарамастан аудандағы мәдениет үйінің қызметкерлері тұрғындарға концерт тарту етті. Бірақ ауыл ағайындары мерекелік шараны онлайн форматта тамашалады. Әлеуметтік желілерде тікелей эфирде көрсетілген концертте мың бір алған бишілер мен күміс көмей әншілер өнерін паш етті. Ал Қаракемерде өткен концертті көрермен карантин талаптарын сақтай отырып көре алды. Елге ерекше көңіл күй сыйлаған кеш қазақ және қырғыз тілінде өтсе, Сортөбедегі мереке дүнген және қазақ тілін қамтыды. Ауданда мәдени іс-шарадан бөлек спорттық ойындарды өтті. Масаншыда өткен доп додасында жергілікті команда мен қаракемерлік ұжым сынға түсіп, көпке тартысты ойын өрнегін көрсете білді. Поздравляю всех казахстанцев. Барша қазақстандықтарды келіп жеткен мерекемізбен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күннің біз үшін маңызы зор. Бірлік болмай тірлік болмас деген сөз бар. Бүгінгі таңда Сортөбе ауылында 13 түрлі ұлт өкілдері бар. Барлығы бір шаңырақ астында тату-тәтті күн кешіп келеді. Әрмен қарайда солай болып қалады деген сенімдемін. Достығымыз ажырамасын. 1 мамыр күні тойланған мерекелердің басты мақсаты ел ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый-құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау. Шерхан Абзалұлы, Мирас Өмірзақ, Тараз 24, Қордай ауданынан.